Ғажап. Жансың. Сен ғажап жансың, тамаша. Келесі. Ал, кім? Кім құрастырды? Сен айта саламыз. Мен саған. Мен саған сенемін. Тамаша, мен саған сенемін. Балар, мен сіздерге сенемін. Олай болатын болса, бүгінгі біздің математика сабағымызды бастаймыз. Алдымен үйге берілген тапсырма. Біріміздің дәптерімізді біріміз алып тексеріп. Бір балл дұрыс болса, бір балл қоямыз. Барлықтарыңызға мына шаңырақ бергенмін. Үй тапсырмасын біріміздің бірін тексереміз. Дұрыс болса, бір балл қойып шығамыз. Әрқайсымыз. Тексердік па? Иә. Бәрімізге дұрыс болып шықты ма? Иә. Тамаша. Онда әрқайсымыз үй жұмысына бір балдан қойып шығады екенбіз, иә? Келесі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге бір мультфильм көрсетейін. Сіздер мұқият қарап отырыңыздар. Соған байланысты сабағымыздың тақырыбын анықтаймыз. Интернеттің желісі жайлы көп. Мультфильммен не байқадық? Апай, қуып жеті қозғалысына, бүгінгі біздің сабағымыз қуып жеті қозғалысына. Қуып келеді. Тағы не байқадық? Бір машина қуып озып келе жатыр, иә? Екінші машина? Қалып қою. Екінші машина қалып қойды. Дұрыс айтасың. Олай болатын болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бір бағытта қуып жету және қалып қою қозғалыстарына берілген есептерді салыстыру және соларды шығарамыз. Сабағымыздың мақсаты бір бағытта қуып жету және қалып қою қозғалыстарына берілген есептерді шығарасыңдар деп балалар. Олай болатын болса, бірінші тапсырмамыз балаларымыздың сәйкестендір деп аталады. Ол үшін мен тақтаға сызба беріп қойғам. Сол сызбамен жұмыс жасаймыз, сәйкестендіреміз. Кім шығады тақтаға? Кел, бағдау өтті. Сәйкестендіреміз сызбалар. Бірінші сызба? Бірінші сызба қуып жету қозғалысы. Қарашы, қозғалтына сызбаға қарашы. Бір-біріне қарама-қарсы бағытта берілген сызба. Дұрыс, ол қайсысына келеді мына жерден сәйкестендіреміз? Апай. Яғни, айтамыз. Біріне-бірі қарама-қарсы Кездесу бағытындағы қозғалыс. Дұрыс, бұл кездесу бағытындағы қозғалыс. Не апарамыз? Кездесу бағытындағы қозғалыс, дұрыс айтамыз. Ал енді осы кездесу бағытындағы қозғалыс жақында ұшықтанды. Оның формуласын тауайықшыдан осы жерде. Кездесу бағытындағы қозғалыс. Бақта өзі табады қазір. Мүмкіндік берейік. Өзі табады. Апай. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі, мына жерге шығасың ба? Бұған бір балл қойсын бағдарлы. Шақырастық,
формуланы таптық. Формула тапқанда 1 балл. Жарайды. Мынау 1. Ага. Бұл 1-1-іне. Так, Назерке көмектесіп, кім көмектеседі? Қуып жету. Я қуып жету қозғалысы. Bir бағытта Қуып жету. қуып жету қозғалысы. Ол формула аппараттан қайсысын апарамыз? Апарат. Оның формуласы қандай? Бірінші жылдамдықпен Мгм. екінші жылдамдығын аламыз. Иә. Сол келе ме? Апай, Аламыз, бірақ қарашы, формуласынан жылдамдық. апай, Қуып жету. Жақындау жылдамдығы. Яғни формуласы қайсы? Иә. Қуып жету. Ал Нұрсұлтан айта ғой. Отыра ғой. Назерке 1 балл қоямыз, иә? ол бір-біріне қарама-қарсы бағытта Формулада қозғалыс. Біріне бірі Қарама-қарсы қозғалыс екі бағытта кетті, иә? Дұрыс. Оның формуласы Иә. осы. Қайсысы екі? Қашықтау жылдамдығы. Иә. Бірінші машинаның жылдамдығы мен екінші машинаның жылдамдығын қосамыз. Иә, сол кезде қашықтау жылдамдығы табылады. Апай, Иә? халық қою қозғалысына берілген есеп. Bir ауылдан bir уақытта бір бағытта машина жолға шықты. Екі ауылдың арасы 80 километр. Бірінші машинаның жылдамдығы 70 километр сағатына, ал екіншісінің жылдамдығы 90 километр сағатына. 4 сағаттан кейін арақашықтығы неше километр болады? Қашықтау жылдамдығы 90-ның аламыз 70-ті. Тең 20. 20 деген не? Екеуінің қашықтау жылдамдығы.